Елімізде танымал шахматшы қыздар көп. Жансая, Бибісаралар сізден кейін шықты. Артыңыздан ерген қыздармен қарым-қатынасыңыз қандай? Қазақ қыздарының арасынан осындай әлем біріншілігін мойындатпаған ешкім болмаған. Кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Үйде чемпионат болатын кәдімгідей. Шахматшы ретінде айтыңызшы, бір ферзі жоғалтып, бірақ мат қоюға келісер ме едіңіз? Ол кезде уже жеңіліп қаласың. Карьераңызда ең қиын қарсыласыңыз кім болды? Қиын сұрақ деп те айтсақ болады. Армысыздар, құрметті көрермен. Сендермен бірге әдеттегідей мен Алихан Ырзахан және Бекен Аяру. достар, бізде бүгін өте ерекше қонақ. Бізге танымал шахматшы әпкеміз Гүлісхан Нағбаева келіп отыр. Қонағымыз бүгінгі таңда карьерасын аяқтап, Республикалық жастар ғылыми зерттеу орталығының басшысы қызметін атқарып жүр. Гүлісхан ханым, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Шахматшылар бір жерге жету үшін әр қадамын есептеп келеді ме? Әрине. Жалпы шахмат ойыны өздеріңізге белгілі, ол зияткерлік ойынның бір түрі, және де балаларға, жалпы қоғамға деген айтсақ болады, өзінің дамуына, жалпы адам өзінің дамуына үлкен серпін беретін ойынның бір түрі. Және де әрине бұл жерде біз шахмат туралы айтқан кезде бұл стратегиялық және тактикалық үрдерістерді айтамыз. Ол да біздің өміріміздегі қалыптасып келе жатқан тепе-теңдікті айтсақ болады. Мысалы, шахмат ойында біз қалай ойнаймыз, қандай стратегияны таңдаймыз, тура сол сияқты стратегияны өмірде де сол стратегияны қалыптасып келеді деп айтсақ та болады. Сондықтан да балаларға шахмат ойыны өте пайдалы, тиімді ойындардың бірі болып табылады. Қазір жастар ғылыми зерттеу орталығында басшы қызметін атқарады екенсіз. Орталық туралы қысқаша айтып бересіз бе? Біз сияқты оқушыларға да қолғабыс жасайсыздар ма? Әрине, жалпы жастар ғылыми зерттеу орталығы 2012 жылы құрылған болатын. Енді 13 жылдай бірдей ұлттық баяндамамызды жасап келе жатырмыз. Жастар ғылыми зерттеу орталығы ең басты мақсаты бұл жастар арасында құндылықтарды, сұраныстарды, жалпы болып жатқан үрдістерді саралап және мемлекеттік органдармен бірге сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу. Демек, зерттеу орталығының жалпы атап өтсек басты негізгі міндеттері бұл дұрыс шешімдерді қабылдау, негіздемесі бұл сараптамалар болып табылады. Енді өткенге шегіні жасасақ, кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Мен де сіздер сияқты осындай проактивті, өте сондай кішкентай, жас талантты кішкентай оқушы болып келгенмін. Енді шахматпен қатысқаннан кейін әрине өзімнің жетістіктерім де пайда бола бастады. Сонда менің бапкерім және де анам, жалпы әкем де осы шахматпен айналысқанымды қалады, және де өзімнің бапкерлерім де мықты болды. Білесіздер ме, жалпы мықты шахматшы болу үшін көптеген бапкерім болды деп айтсақ та болады. Себебі түрлі дебюттер бар, түрлі стратегиялар бар, тактикалар бар, оның бәрін үйренетін түрлі мықты мамандар бар деп айтсақ болады. Мысалы, бір маманды алатын болсақ, ол өзінің француз дебютінде ғана жақсы білетін болса, басқа маман ол мысалы басқа да староиндийская защита сияқты түрлі дебюттардың өзінің маманы болып табылады. Сондықтан да бұл жерде бір үлкен жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Командалық жұмыс деп айтсақ та болады. Ата-ананың қолдауы біріншіден әрине мемлекет тарапынан да жасалып жатқан көптеген қолдау шаралары да бар шахматшыларға. Сондықтан да жалпы мен де сіздер сияқты жалпы шахматтан өзімнің талантым жалпы бапкерлермен көріне бастағаннан кейін осы түрмен кәсіпке деңгейде айналыса бастадым. Бір сұхбатыңызда мен анама қарыздармын деп айтыпсыз. Анаңыз Айдын ханымның шахмат үйірмесіне барыпсыз. Осы туралы толық айта кетсеңіз. Әрине, бұл жерде енді әке мен шешемнің рөлі өте айрықша. Себебі кез келген баланың ең басты демеушісі, қолдаушысы ол ата-ана болып табылады. Кез келген шахматшыны алатын болсақ, мысалы Гарри Каспаровтың өзінің анасы болған, ол да фанат болған деп айтсақ та болады. Өзінің баласын алып, барлық жерге апарып, мықты бапкерлермен таныстырып, үлкен жарыстарға қатыстырғанын талап еткен.
Әрине кез келген баланың талантты болсын да, оның да өзінің ең басты демеушісі, қолдаушысы ол әкесі немесе шешесі, біреусі болса ол да жеткілікті деп ойлаймын. Менің жалпы өмірімдегі үлкен айрықша мән берген ол әрине анам өзі шахматшы болды, өзі ауылда туып өскеннен кейін Ленгір қаласында Ұйымшыл деген ауылда туып өскен. Ол жерде инфрақұрылымдық жағдайы, спорт жағдайы, жалпы шахматтан бапкерлер болмағандықтан өзіне арман болып қалып кеткен. Әрине ол да өзінің жетістіктері бар, Қазақстан біріншіліктерінде ойнаған, бірақ шахматты өте қатты жақсы көргендіктен өзінің балаларына осы шахматты үйреткен. Енді өзімнің отбасымда 3 болдық, әпкем болды, әпкем бар, өзім және інім бар. Енді үшеуміз де шахматпен айналысқанбыз. Үйде чемпионат болатын кәдімгідей күнде сол шахматпен ойнап, әкем де шешем де өте қатты жақсы көрді. Анаңыздың бақытымен бардыңыз, ал өзіңіздің қызығушылығыңыз қашан оянды? Өте дұрыс сұрақ, себебі кейде енді балаларға былай жалпы бағыт бағдар беру ғой ең басты мақсат. Біздің ата-ана ретінде әрине олар бағыт бағдар берді, барлық жағдай жасады, бірақ өзімнің қызығушылығым, шахматқа деген махаббатым 14 жасымда пайда болған. Ол кезде мен әйелдер арасында Қазақстан біріншілігінде 14 жасар Гүлісхан осы Алматы қаласына келіп, әйелдер арасында 2-ші орын алған болатым. Ол үлкен ересектердің арасында, әйелдер арасында гроссмейстерлер ойнаған. Ол кезде менің атым жоқ, жалпы кандидат болатымын. Әрине бұл жарыста топ жарғанын себебі маған да бір үлкен әсер болды, себебі жалпы біздің ұлттық құрама команданың бапкері де маған көңілін бөліп, жалпы ұлттық командаға сүйемелдеу жұмысын жасап, және де ұлттық командаға кірдім деп айтсақ болады. Ол жерде бір үлкен мотивация пайда болды деп айтсақ та болады. Әрине мотивация бір сөзі ол кең көлемді болу керек деп ойлаймыз. Тек қана мысалы қазіргі жастардың мүмкін көбінесе қаржылық жағдайында көп сұрауы мүмкін, бірақ менің өзімнің кішкентай кезімдегі, бала кезімдегі кездерімді есіме салсам, ол кезде маған мынау шетелдерге шығып, мемлекеттерді аралап, басқа мәдениетті танып деген сияқты Қазақстан құрама командасында ойнап, және Қазақстан атынан ойнағаным өзі үлкен маған әсер ететін, және де бұл патриоттық сезіммен де ойнайтын деп айтсақ та болады. Себебі ол кезде енді шахмат өте танымал спорттың түрі емес еді. Енді қазіргі таңда білесіздер, шахмат өте танымал спорттың түрлерінің бірі болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, және де үлкен стратегиялық құжаттар пайда болды. Осы шахматты дамытудың өзінің арнайы құжаты бар деп айтсақ та болады. Осы балалардың жаппай дамытуда шахматтағы үлесін арттыру болып табылады, және де басқа да чемпиондарымыз да көбейіп келе жатыр осы жалпы федерацияның да жұмысы аясында. Енді сол кездегі сол арманым осы шетелдерді көріп, сондай дүниетанымды ары қарай дамытқым келетін. Енді анам да қасымда көп жарыстарда болды, қасымда сүйемелдеп жүрді деп айтсақ болады. Себебі кішкентай балдарға әрине өздері ұшып кете алмайды, шекара аралап дегендей рұқсатсыз болмайды. Бапкерлермен және де анамен көбінесе өстіп жарыстарды аралайтын. Әрине әкем де арасында, анам жұмыспен шығамай қалатын болса, әкем де арасында менің қасымда жарыстарда болатын. Енді бұл да үлкен бір маңызды факторлардың бірі деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда былай қарасаңыз, балалардың қызығушылығы ол бір жақта тұрады, бірақ оның дамуына әсер ететін көптеген факторлар бар. Оның мотивациясы да бір бөлек бар, ата-анасының рөлі бар, мемлекет тарапынан жасалып жатқан мемлекеттік қолдау шаралары бар деп айтсақ та болады. Сондықтан да үлкен серпін беретін осы барлық осы факторлардың үйлесуі бір уақытта, бір мезенде үйлескен себебі осы жақсы мықты спортшылар шығады. Ең бірінші жарыс бабымен қай елге бардыңыз, және сол елден кейінгі алған тәжірибе және әсер туралы айтып берсеңіз? Әрине есімде, өзім 13 жаста болатынмын.
14 жасқа дейін Азия біріншілігіне бардым, Үндістанға, Дели қаласына. Бұл кезде әрине бірінші рет анамсыз бардым, ол кезде бапкер болды, ұлттық құрама командасына белгіленген. Және де есімде әйтеуір тікұшақпен ұшып барып, ол да маған үлкен әсер болды. Бірінші рет тікұшаққа отырып дегендей, және де басқа елді көріп, пілдерді көріп, Агра қаласына барып, жалпы әлемнің бір ерекшеліктері ол жалпы сұлулықтарды көріп, басқа да мәдениетпен танысқаны, басқа жалпы ұлттық кодымен танысқанымызды айтсақ болады. Енді бұл да маған үлкен әсерін берді. Және де сол кезде, әрине ол кезде бірінші орын алған жоқпын, бірақ дегенмен 5-ші орын алғанмын. Үндістанның қыздары білесіздер өте мықты, жалпы шахмат сол Үндістаннан пайда болған деген естіген шығарсыздар. Енді жалпы өзінің халық арасындағы көптеген жалпы бәсекеге сай деп айтсақ болады, сол ортадан шыққан шахматшылар өте мықты, себебі миллиардтан асқан халқы бар Үндістанда әрине шахматшылар да өте ең мықты болып шығып келеді. Енді Азия құрама командасында Азия біріншілігінде ойнағанда әрине осы біріншіден Үндістанның қыздарымен, жалпы өзіміздің қасымыздағы Үндістан, Қырғызстан, Таджикстан деген сияқты басқа да елдерден қыздарымен де, Вьетнам деген сияқты түрлі елдерден келген қыздармен қарсыласқа тұрып, және де өзімнің рейтингім өте аз болатын. Қателеспесем 1900-дай рейтингім бар еді. Енді сол кездегі Үндістаннан шыққан қарсыластардың қыздарының рейтингтері 2200-ден асан болған. Соның өзінде енді 5-ші орын ол да маған үлкен серпін болды. Сол кезде өзіме бір үлкен мақсат қойған болатынмын. Ары қарай да шахматтан ары қарай өзім әлеуетімді арттыру, чемпион болу, Қазақстан чемпионы болу, және де Азия чемпионы болу деген сияқты өзіме сондай мақсат қойған болатынмын. Енді мақсатқа сай жалпы 2 жылдан кейін мен Ташкент қаласында бірінші рет Азия біріншілігін жеңіп алғанмын. Ол жерде менің тағы да бір мотивацияның бір бөлігі деп айтсақ болады, тағы да бір серпін берген. Себебі мемлекетті аралағаннан кейін енді жетістіктер де болу керек қой. Бірінші орын алмасаң өте қиын негізінде, себебі әр жарыста 5-ші немесе 7-ші орын аласаң, жалпы ең бастысы қатысу ғой деп айтады ғой, мысалы біздің бапкерлеріміз жұбатылған кезде. Бірақ дегенмен өзіне көңіліне алып, жеңілген партияларында қарап, өзіңнің жалпы дамытатын стратегиялық бағыт-бағдарында қоя біліп, және дұрыс бағыт-бағдармен шыға біліп десек болады. Енді бұл да бір шахматтың бір үлкен өзінің философиялық мағынасынан қарайтын болсақ, шахмат сондай бір балдарды мықты қылады деп ойлаймын. Спорт жалпы тәрбиелейді, шахмат оның бір түрі, және де спортта жалпы көшбасшылық ретінде сен адам ретінде өсесің, және де бұл қарсыласыңды жеңу ол да бір мақсат қой. Жеңу үшін сен көптеген кітап оқу керексің, білімді болу керексің, көптеген тактикаларды білу керексің. Бұл жинақтаған бүкіл тәжірибеңді, біліміңді осы тақтада өзінің ойынды көрсете білсең, ол да бір үлкен ләззат аласың. Әсіресе өз ойынды жеңіп, және де чемпионатты жеңетін болсаң, әрине бұл үлкен бақытқа сай әсерлер деп айтсақ та болады. Шахматшы ретінде айтыңызшы, бір ферзі жоғалтып, бірақ мат қоюға келісер ме едіңіз? Әрине, ондай да партияларым көп болған. Себебі ең басты мақсатым ол мат қою ғой, қарсыласыңды жеңу. Сондықтан да ферзь кетеді ма, ат кетеді ма, жалпы ладья кетеді ма, оған қарамай, әрине ең бастысы бұл комбинацияларында шешім қабылдаған кезде ол ең бастысы дұрыс болу керек. Кейде болып қалады, әрине сен бір атты немесе бір ладьяны беріп қоясың да, бірақ мат болмай қалады. Сондай да жағдайлар да болады, әрине ол кезде уже жеңіліп қаласың. Сондықтан да шахмат жалпы ой қабілетін, өткірлігін дамытады. Себебі кейде мынау цейтнотқа да түсіп қалатын шахматшыларды білесіз, тез шешім қабылдау керек. Тез шешім қабылдағанда әрине стресске және де
эмоцияға берілмеу керек. Эмоцияға берілетін болсан, мидың қабілеті соншалықты ол жалпы жұмыс істемей қалады деп айтсақ та болады. Себебі эмоцияға берілгенде сен шешім қабылдай алмай қаласың. Әрине басын мүлдем істемей қалады деп айтсақ та болады. Себебі шахмат ойыны ол тек қана мидың жалпы қабілетімен байланысты. Енді спорттың бір түрі деп айтамыз. Неге десеңіз, себебі шахмат ойыны өзі 4 немесе 5 немесе 6 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Ол деген физикалық үлкен жалпы қуат керек деп айтсақ та болады. Дегенмен де мысалы америкалық бір сарапшылар үлкен зерттеу жүргізген, футболшылардың және шахматшылардың құртқан өзінің физикалық тұрғыдан күшін. Сонда мына шахматшылар мен футболшылардың қараса, шахматшылардың жалпы жаратқан күші көбірек болыпты футболшыларға қарағанда. Бұл да енді феноменнің бір түрі, оны бәрі біле бермейді, себебі мидың қабілетін мысалы нақты қолданатын болсаңыз, шахмат ойында тек қана мимен жұмыс жасаймыз ғой, сол мидың жұмыс жасауына өте көп күш кетеді екен, күш салынады екен. Карьераңызда ең қиын қарсыласыңыз кім болды? Енді бұл өте қиын сұрақ деп те айтсақ болады. Мүмкін өзім шығар. Себебі ең бастысы бұл өз-өзіне сену, өз-өзіңді мықты екеніңді дәлелдеу, және де өзін жеңетініңді сеніп және жарысқа өз сенімділігіңді 100%-ға көрсететін болсан, ең басты бір факторлардың, жеңістің бір басты факторлардың бірі деп айтсақ та болады. Неге десеңіз, менің де бапкерім мысалы айтатын, сен жарысқа қазір Қостанайға бара жатсың, бірақ сен өзінің ойында жеңіліп қалу мүмкін деп ойлайтын болсан, онда жарысқа бармаймыз деп айтады. Ең бастысы өз-өзіне сену. Сондықтан да бұл жерден мүмкін қарсыластың ең қиын қарсыласы өзім деп ойлаймын, себебі психологиялық тұрғыдан да үлкен серпіліс керек, үлкен дайындық керек. Себебі спортшылардың ең мықтылары, олардың ең басты бір құндылықтарын бір бойында сіңірген құндылықтардың бірі, құзыреттіліктердің бірі, ол өз-өзіне сенім, және де өз-өзін мықты екеніңді дәлелдеу, және де 100%-ық дайындықпен бару деп айтсақ болады. Себебі шахмат деген ол тек қана жаңа спорттың түрі болғанмен, және де үлкен психологиялық тұрғыдан да, психоэмоционалдық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да үлкен дайындық керек. Әрине, көптеген жарыстарда менде қатысқан кезде, мысалы, рейтинг фаворит болмайтынмын, бірақ бірінші орынға шыққанда бәрі таңғалатын. Сіз мысалы рейтинг фаворит болған жоқсыз, 12-ші рейтинг болдыңыз, мынау шорт-листті қарағанда сіз қалай мысалы Азия біріншілігін жеңіп алдыңыз деген кезде, сол кезде мен айтатын, жалпы рейтинг ол жай ғана сандар ғой деп. Ең бастысы мен өз-өзімді мықты екенімді сезінемін. Және де мен толыққанды дайынмын, және де мен осы өмір бақи дайындаған білімімді, құштарлығымды, шахматқа деген махаббатымды көрсетуге дайынмын деп. Мен осы жарыстарға дайындалар кезде әрине күнде жүгіретімін, күнде жүзуге баратымын. Шахмат кітаптарынан бөлек, шахмат бапкерлерінен бөлек, әрине осындай психоэмоционалдық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да өзімді дайындайтынмын. Бұл деген күні бойы осындай 8 сағаттық жұмыс еді. Кәдімгі жұмысқа барған сияқты 4 сағатынды физикалық, эмоционалдық тұрғыдан дайындайтын болсан, ал 4-5 сағаттай сен осы ойындардың түрлерін, Каспаров, Карпов сияқты мықты чемпиондардың партияларының арасында үйреніп, өзіне түртіп алатын ойдармен дайындалып барасың. Егерде бір фигура сөйлей алатын болса, сіздің ойыңызша қайсысы болатын еді? Бұл Ферзь шығар. Ферзь ең мықты фигура ғой, жалпы. Өздеріңізге белгілі, шахмат ойнайтын болсаңыздар, жалпы шахмат Ферзь қиғаштан да, түзу де жүре алады, барлық бағытта жүре алады, тек қана ат сияқты секіре алмайды. Сондықтан да Ферзь тақтаның ортасында тұратын болса, ол көптеген диагоналдармен және де клеткаларды ол бағындыра алады. Көбінесе Ферзьбен мат қойған оңайырақ сияқты,
Иә. Бірақ тандем болу керек. Әрине ферзь ол мықты фигура болғанмен оған да көмекшілер керек. Пешка болсын, ат болсын, слон болсын, вәзір болсын, ладья болсын, кейде король да мысалы көмекке келеді. Сондай да жағдайлар болады. Себебі один в поле не воин деп айтады ғой, ол жай емес. Енді мықты фигураларға да өзінің жалпы серпілістері керек, серіктестіктері керек деп айтсақ болады. Шахматтағы ең жынды фигура қандай? Охо, ат шығар. Жынды фигура ат шығар, себебі аттың өзінің сипатына сәйкес, білесіздер, г буквасымен жүреді. Және де қайтадан айтатын болсақ, ат ортада, мысалы тақтаның ортасында тұратын болса, ол да көптеген клеткаларды бағындыра алады. Және де әрине ат мысалы әрине секірген кезде оның несі полесі көп қой, қарайтын полелары көп. Сондықтан да особенно цейтнотқа түскен кезде, цейтнот дегеніміз мынау 3-4-5 минут қалған кезде, қарсыласта 5 минут, сізде 5 минут қалса, енді шешімдер тез қабылдау керек. Әрине тез санау керек деген варианттарды тез санау керек. Сонда ат секіретін болса, ол кезде қиындау болады жағдай. Тез секірет, себебі түрлі бір комбинациялар көрмей қалуы мүмкінсің. Сондықтан да жалпы сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, сол ат шығар деп ойлаймын. Елімізде танымал шахматшы қыздар көп. Жансая, Бибісаралар сізден кейін шықты. Артыңыздан ерген қыздармен қарым-қатынасыңыз қандай? Жақсы, тіпті бізде бір командада ойнап үлгердік, ұлттық құрама командасында біраз олимпиада, қаншама әлем біріншіліктерін, Азия біріншіліктерінде бірге ойнап жақсы ойындарды көрсеткен болатынбыз. Әрине кез келген жетістік ол команданың арқасында болады. Себебі жаңа да айтып кеткендей, мықты болсаң да қасына мықты серіктестер болса, жалпы Қазақстанның атынан ойнаған кезде әрине бұл өте біздің үлкен жетістіктердің бірі. Біздің командамыз ең бастысы өте жас болатын. Мен ең үлкені болатын, тағы да бір қыз болатын, Гүлмира Дәулетова қазір Қазақстан Федерациясында жұмыс атқарып жатыр, шахмат федерациясында атқарушы директор болып. Ал басқа қыздарды өздеріңіз білесіздер, әлемді топ жарған Бибісара Усабаева қазір Блицтан 3-ші рет әлем біріншілігін жеңіп алды. Бұл да бір үлкен жетістіктердің бірі, себебі қазақ қыздарының арасынан осындай әлем біріншілігін мойындатпаған ешкім болмаған тарихында деп айтсақ болады. Сондықтан да классикадан әрине чемпионды жетіспей жатыр әлі. Классика дегеніміз ұзақ мерзімді ойын, 4-5 жаңа басында айтып кеткен болатынмын, бір шахмат ойын 4-5-6 сағатқа дей созылуы мүмкін деген, сол классический шахматы деп аталады. Классикалық шахмат ойын түрінен де әрине чемпиондар болатын болса, бұл да бір жалпы мемлекет тарапынан жасалып атқан стратегиялық бағыттарының айқыны болып көрінетін еді. Әрине чемпиондар жастар, балалар арасында, жастар арасында да шығып жатыр. Азия біріншілігінде, әлем чемпионатында, бірақ олар өздерінің жастар арасында әлем біріншіліктерін жеңіп жатыр. Ол дегеніміз 8 жастан басталады, 8 жасқа, 10 жасқа дейін, 12 жасқа дейін және 20 жасқа дейін жетеді. Ал спорт пен шахматтан алған сабақтарыңыз өмірге қалай көмектесті? Гарри Каспаров айтқандай, жалпы оның да өзінің кітабы бар, «Шахматы как модель жизни» деген. Мынау шахматты жақсы үйренетін болсаңыздар, өмірімізде де осы тура шахмат ойын сияқты екен. Мынау стратегиялық бағыттарды қою, мақсатты қою, еңбек ету, мынау адал азамат концепциясында айтамыз ғой қазір, адал азамат, Абайдың толық адам ілімінде мысалы айтатын болсақ, мынау білімді жастар, білімді балалар ең басты құндылықтардың бірі осы
адами бағдарланған концепциясы болып келеді. Сондықтан да мынау шахмат философиясына келетін болсақ, бұл жерде де адал азаматтың концепциясын көре аласыздар деп ойлаймын. Себебі бұл жерде төрешілер емес, сіз өзіңіздің ойыңызды шешіп шығарасыз. бұл жерде төрешілер жоқ, сізді бағалайтын. Сіз мат қойсаңыз жеңіп шығасыз, нича болсаңыз нича боласыз деген сияқты. Сондықтан да fair play концепциясы мынау шахматтан үзіндісі деп айтсақ болады. Одан бөлек әрине әке шешем де өзі ылғи айтатын, ең бастысы адал қызмет ет. Не жасасаң да адал бол деген, өз ісіне адал бол деп. Шахмат жалпы адал ойындарының бірі деп айтсақ болады. Енді мынау шахматшы қыз ретінде бәрін санап қойған шығарсыздар деп көп сұрақ қояды. Әрине ол автоматты түрде болады. Былай жүрсем қарсылас не айтады, былай не қылсаң қалай сұрақ қояды, қалай жауап бересің деген сияқты, қандай сұрақтар туындауы мүмкін деген сияқты әр өзінің жасаған шақтарында, мынау қадамдарында мынау шахматтан, наверное, бойыма сіңген қабілеттердің бірі деп айтсақ болады. Бір қадамға ерте жүруге тырысам, алда болуға тырысам, әрине күнімді жоспарлауға тырысам. Шахматта да тек қана бір ғана ойын емес қой, бір ойын ойнап болғаннан кейін екінші ойынды ойнайсың, үшінші ойынды ойнайсың. Мынау әр чемпионатта мысалы 9 ойын болатын болса, сен жеңіп алатын болсаң, әр ойынды жеңесің, потом чемпионатты жеңетін болсаң, қайда барасың? Сен ұзақ мерзімді мақсатты қою осы шахматтан үйрендім деп айтсақ болады. Және де жалпы мынау зерттеулердің де нәтижесінде қарайтын болсақ, жалпы ұзақ мерзімді қоятын жастардың арасындағы мақсатқа толы жастар, олар үлкен жетістіктерге жетеді екен. Дегенмен ол факт. Енді осы шахмат жалпы зияткерлік ойынның бір түрі, және де шахмат мынау жаста балалардың арасындағы ой қабілеттерін, сараптамалық қабілеттерін, жаңа физикалық тұрғыдан да айтып кеттім, көзбасшылық қабілеттерін, командада жұмыс жасау қабілеттерін де осының бәрін арттырады деп ойлаймыз. Ол құрал ретінде, мынау зияткерлік ұлтты қалыптастыру мақсатындағы құрал ретінде ол өте стратегиялық бағытта қарастыруға болады деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан да бұл басқа спорт түрлеріне қарайтын болсақ, әрине ол жерде көбінесе физикалық тұрғыдан көп қабілеттерін дамытады. Ал шахматта ой қабілеттерін дамытады. Ол ең басты құндылық деп айтсақ болады. Себебі біздің Қазақстанымыз да өзінің стратегиялық бағыттарының бірі ол адами бағдарланған тұжырымдамасы болып табылады. Ол демек адами капиталдың дамытуын, адами капиталдың ары қарай нығайтуын, барлық жағдайын жасау деп айтсақ болады. Ғылымға, білімге, технологияға және де тағы да басқа сұраныстарға ие, мынау жастардың арасында сұраныстарға ие жалпы шахматпен бірге осы корреляциясын көре аламыз деп айтсақ болады. Сіздің ойыңызша мектепке шахмат үйірмелерін қосқан дұрыс па? Аптасына бір рет болсын балалардың ойлау қабілетін, математикасын, сабақта үлгерімін жақсарту үшін қосқан дұрыс па? Әрине дұрыс. Қайтадан зерттеулерге келетін болсақ, жалпы шахматпен айналысқан балаларымыздың мектептегі үлгерімі жақсарады екен. Бұл уже тоже фактілер бар. Және де өзімде президенттік жастар кадр резервінің мүшесі болып табылам. 2019 жылы осы жоба аясында мен осы шахмат мектепке кіргізу бойынша ұсыныс енгізген болатымын. Демек қазіргі таңда өздеріңізге белгілі Қазақстан шахмат федерациясы қателеспесем 500-ден астам мектептерге осы шахматты үйірме ретінде кіргізген. Өзімде білім басқармасында жұмыс атқардым. Шымкент қаласының білім басқарма басшысының орынбасары болып 2 жылдай жұмыс атқардым. Сонда да осы шахматты біз факультативті ретінде 143 мемлекеттік мектептерге тегін форматта енгізген болатымыз. 1 мен 4 класстардың арасындағы. Бұл да бір балалар арасындағы жаппай шахматқа деген қызығушылығын арттыруға және де әлеуетін арттыруға бағытталған бағдарлама болды. Әрине, чемпиондарды өсіру үшін ең бастысы мынау жаппай спортқа шығу керек.
Себебі ауылдың жастарына да келетін болса, көптеген талантты, ақылды жастарымыз өте көп, бірақ оларға көп спорт түрлері қолжетімді болып қалады. Себебі инфрақұрылымдық жағдай жасау керек. Бірыңғай инфрақұрылымдық жағдай жасау үшін осындай бағдарламаны енгізіп, пилоттық режимде Шымкент қаласында енгіздік. Одан бөлек басқа да өңірлерде бұл жобаны алып іске асырды. Қазіргі таңда 500-ден астам мектептер енгізген болатын. Бұл да бір үлкен федерация жағынан да, министрлік жағынан, мемлекет тарапынан жасалып жатқан бағыт бағдарлардың бірі болып табылады. Жалпы бағана айтып кеткендей, ең басты мақсат мынау келе жатқан ұрпақтың құндылықтарын зерттейтін болатын болсақ, ең бастысы мынау ақылды жастарымыз көп болсын екен деп ойлаймыз. Ақылды, зияткерлі ұлтты қалыптастыру мақсатында осы шахмат өте керемет құрал болып табылады. Кітап көп оқисыз ба, әлде фильм көп қарайсыз ба? Кітап көп оқимын. Енді жалпы халықаралық дәрежедегі гроссмейстер болу себебінде бірі ол көптеген кітаптарын оқыған нәтижесінде деп ойлаймын. Өзімде азаннан кешке дейін де кіріп, библиотекама кіріп, үйде кітаптың бәрін оқып шығатынмын. 1000 шақты кітап оқыған шығармын шахмат литературасында. Енді одан бөлек басқа да литератураларды көп оқыдым. Өзімде білімге құштармын. Кітап оқығанды өте қатты ұнатамын. Өзім әке шешемде сөйтіп күнде кітапқа баулитын, білімді болыңдар, кітап оқыңдар деп бір-бірімізге кітапты бөлісіп, әлде мысалы анамен бір кітапты оқып ұнап қалатын болса, мен оған жіберемін. Мам, оқып шығыңызшы, маған қатты ұнады деп. Ол да оқып өз әсерімен бөліседі. Енді блиц сұрақтарға көшетін болсақ. Иә, таңдап тұрмын. Ақпен ойнаған ұнай ма, әлде қарамен бе? Ақпен әрине. Блиц пе, классика ма? Классика. Ат па, піл ме? Ат. Шабуыл ма, қорғаныс па? Шабуыл. Комбинация ма, позициялық ойын ба? Комбинация. Мат қою ма, фигура ұту ма? Мат қою. Ферзді ерте шығарасыз ба, жоқ па? Шығарам, иә. Қай дебет жиек түс? Французская партия, наверное. Қай дебетті жек көресіз? Енді былай айта алмаймын, жеп көрем деп. Бәрін бірдей үйрендік. Ең қауіпті фигура қайсысы? Ферзь. Ең алдағыш фигура қайсысы? Қандай? Ең алдағыш. Алдағыш. Пешка шығар. Ең жиі қателесетін жүрісіңіз қандай? Қателіктер өте көп болды ғой. Қайсысын есіме түсірейін. Мүмкін қысқа комбинациялар шығар. Себебі адам шаршаған кезде көбінесе осы қысқа комбинациялар көрмей қаласын. Қарсылас қате жіберсе бірден байқайсыз ба? Кейде қалай деп айтсақ болады, кейде бірде байқайсың, кейде оны партияны ойнап болғаннан кейін компьютер арқылы көресің. Қайсысымен ойнағанды таңдайтын едіңіз? Магнус Карлсон әлде Гарри Каспаров? Гарри Каспаров шығар. Ең ұнайтын шахматшыңыз кім? Гарри Каспаров. Онлайн ойнаған ұнай ма әлде офлайн ба? Офлайн. Буллет ойнайсыз ба? Кейде ойнап тұрам, иә. Уақыт қысса паника бола ма? Жоқ. Ең тез матты қанша жүріспен қоюға болады? 3 ходта. Ең ұзақ партия қанша жүрістен болды? Ең ұзақ партия 150 ходта жасаған бір ойыным болған. И то жеңіліп шыққам. 6 сағат ойнап. Ең жек көретін жеңілісіңіз есіңізде ме? Енді жеңілістер бағана айтып кеттім, өте көп болды. Негізінде себебі спортшыларда жетістікке жету үшін көптеген жеңілістерден өтесін. Ол жалпы формула деп айтсақ болады. Енді әр жеңіліс ол жеңіліс дегенмен әсер етеді әрине. Кішкентай кезімде көп жылайтынмын әр жеңілгеннен кейін өсе келе әрине оны қабылдайсың. Себебі жеңіліссіз жеңіс мүмкін емес. Бір партияда ең көп не жоғалттыңыз? Не көп дейсіз ба?
фигураларды шығар мүмкін. Ең сүйікті комбинацияңыз бар ма? Барлық комбинация өз ерекшелігімен әдемі. Жалпы жаңа айтып кеткендей, мат қойғанды өте ұнататынмын, шабуыл жасағанды өте ұнатамын. Қорғаныста отырғанды ұнатпаймын әрине. Шабуыл жасаған кезде менің ең мықты жақтардың бірі деп айтатын бапкерлерім. Жалпы әр шахматшының өзінің профилі болады, өзінің қабілеттіктері болады, мықты жақтары болады. Сол әлсіз жағым сол қорғаныста болатын, ал мықты жағым сол шабуыл жасаған кезде. Пат болған жағдай болды ма? Әрине, иә. Сіз үшін ең қауіпті жүріс шах па әлде айырбас па? Немесе қалай дедіңіз, шах па? Шах немесе айырбас? Айырбас дейсіз ба? Шах шығар мүмкін. Осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Иә, Гүлісхан ханым, мазмұнды әңгімеңіз үшін үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Сізге шығармашылық табыс және жаңа жетістіктер тілейміз. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.